Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін жасымық сорпасын дайындаймыз, яғни чечевичный суп. Арнама тіркеліп, лайк басып, мені қолдап отырыңыздар. Назарларыңызға рахмет. Алдымен етімізді жуып, тазалап, сүйегімен бірге осылай қайнатып аламыз. Қайнағаннан кейін 3-4 рет бетіндегі көбігін алып, тазалап аламыз. Сосын бетіне бір жуамызды турап, салып жібереміз. Дәміне қарай тұзын саламыз. Одан кейін көкөністерімізді осылай көбек қылып тураймыз. Бұл жерде картошка, сосын асқабақ. Етімізді түсіріп алғаннан кейін көкөністерімізді саламыз. Көкөністеріміз 15 минут қайнағаннан кейін чечевицаны 3-4 қайтара жуып саламыз. Чечевица тез піседі. Піскеннен кейін осындай погружной блендермен езіп аламыз. Сорпамыз деген қою, дәмді сорпа болып шығады. Дәміне қарай сухарикпен, піскен етпен, қаймақпен ұсынуларыңызға болады. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.